таң намазына қазір мешіттен шықтық. Таң намазына. Енді шынымен осы таң намазына мешітке барудың нығметін, сауабын білсеңдер, 4 аяқта еңбектеп келер едіңдер деген пайғамбарымыз хадисі бар. Енді біз ретін тауып осы таңға кіріп қазір қуанып келе жатырмыз да. Шынымен қазір ойланып келе жатырмыз осы бауырымызбен талқылап. Таң намазының сауабын білсеңдер, еңбектеп келер едіңдер дейді. Жай күнде бізге шейін подписка жаса 5000 теңге беремін, 1000 теңге беремін немесе бір машина ойнатамын деген кезде барлығымыз таласып, жанталасып, соны подписка жасап, бөлісіп, ойнап жатамыз ғой. Бірақ қарасаңыз күнде машинадан да үлкен нәрсе таратылады деген таң намазында. Үлкен сауап пен береке таратылады. 4 аяқтап болсын келесеңдер дейді ғой. Қарасаң шынымен де күнде таратылып жатыр да. Біз енді оның нығметті көп көре бермейміз да. Шынымен осындай бір оразаның кезінде осы бір сәттерді пайдаланып, құлшылығымызды арттырып, керек нығметімізді, берекемізді бойымызға тартып алуды Алла нәсіп етсін. Алла Тағала баршамызға осы таң намазын мешітте оқып, көпшілікпен, жамағатпен бірге жақсылық жасауды Алла нәсіп етсін дейміз. Алла разы болсын. Күндеріңіз берекелі болсын.